қойып жібереміз. И бізде кішкентай кірпе қандай қасыр бір ұрамыз, міне оп, міне былай ұруға болады. Так қандай атам, и міне кетті, біреуіне кетті, екеуіне кетті, ғана өртеніп жатыр. Үш ұру жүрек па не? Сау оқымаған үшін екі алған шына, тауықтікі, құрбаққа, газтікі. Эй, сәлем достар, сізге мен Хан-KZ. Бүгін біз достар моб оружие деген бір мод қабылдайтын боламыз. Бұл модта Майнкрафтта ванильный мобтардың әртүрлі оружиесі болатын болады. Оларда әртүрлі функция, деталь, анимация дегендер болатын болады. Ал біз видеоны бастайық. Достар, бұл модта қандар көріп тұрғандарында бізде нақта 50-ден көп инструменттер болатын болады. Қандар мысалы, так мына біз оружие емес, бұл осы барлық инструменттер жасайтын зат. Қашы нақта қандар мысалы бұл бензопила, бірақ бір мобтікі. Так, мына кішкентай зомбидің мобы, мына қарандар қасқырдікі, мынау үш бас үш шетелдікі, мынау ведьманікі, мынау шошқанікі деген сияқты. Мынау биглиндікі, кәше олардың өздерінің әртүрлі инструменттері болады, функциясы, анимациямен. Достар, мен осы жақтан бастап ар жаққа дейін барлық инструменттер көрсететін боламын. И артында бізде экспериментке осылар кездесетін болады. Осыларды қолданатын боламын экспериментке. Бізде ведьма, кеттік. Міне ведьма қандар анимация, үшті деталь қандар. Міне қандар көріп тұрғандарында әдемі көрінеді. Так, бұда бір функция бар қандар. Инстат демеже филатоптыра. Кәші бұл урон кетіретін зеле атады. Ал отыр бас тұратын бассақ, бізде хп толтыратын. Бұл өзімізге атамыз. Ал бұны жама адамдарға атамыз. Мысалы крик. Экспериментте бізде жетел мен голем қолданатын болам. Жетел андай үшіп кете алмайды, ал жетелдер үшіп кете алады деген сияқты. Кеттік бірінші атамыз. Оп, мына жаман. Нағанда бізде оп, жаман эффекті атады. Қандай сразу тез аталады, көріне ма? Өте жақсы. Жетелдерге аты көрейік. Кеттік. Так, мына бізде жетел тез өлтіру көріне ма? Ұшақ зелемен өтіп тұсадым. Ведьманың несі өте күшті қандар. Достар, видео бастама жаты лайк бас, коммент жазып тіркеліп кетейін мен каналымда осындай күшті модтарға обзор жасайтын боламын. И видеоны до конца көріп кетейік. Инстат демежден инстат хелтқа қарамызда и өзімізге осындай қызыл эффект атамыз. Достар, келесі бізде ису шетелдікі үш басыныкі. Міне анда бізде осылай көрдінеді. Оп. Так, мынандай зат аталатын болады қандар. Оп. Қандар айнан жарым күн қайда бізде рогатка болады. Қараңдар. Бас тұрсақ, күні рогатканы тартады да, мынау басы барға визирдің басы қараңдар тез ұшатын болады. Ал жай тартсанда жай ұшатын болады. Кәші садақ сияқтылар, бірақ тез атуға болады, жай атуға болады. Бұлар қыпы көп кетеді, көрінеді. Тегенде бізде исушене береді да, өзіңіз қыпса кететін болады. Бұл үш удармен өлтірсе керек. Мә ағырма айнан тез шығады айтпақшы. Так, мына да өлтірсе болады қандар. Айнан тез суатыр бізде. Бірақ менде зато командалық бар. Оп, өтіп айнан қайттан жоғайлам. Кәші өте күшті, бұл да инструментті қолдансыңдар болады. Осы оружияның бәрін қалай істеу керек мен видеоның соңында айтатын боламын. Сол үшін видеоны до конца көріп кетейік. Инструментін бәрін бағалап кетеміз комментте, жазып кетейік. Келесі достар, бізде осындай қасқырдың мечі қандай үлкен, қандай бізде қолымызда қандай үлкен болып көрінеді. Еще әдемі детальный деген сияқты. Айтпақшы, бізде бұл ұрады, қасына ұрасын. Қанша метрде тұр ұрасындар біріншіден да ол. Еще көп урон береді, өте жақсы. Осындай қасына келіп ұратын мештер өте көп. И олардың уроны, алыстығы, дистанциясы әртүрлі өзгеретін болады. Сендер қасқырды ұнатсаңдар, осы қасқыр мешті жасап, осы мобтарды өлтірсеңдер болады, өте жақсы. Алда бізде өте күшті инструменттер болатын болады. Сәл шу көрсетейін, мысалға түйенің кепені деген сияқты, қойдікі, жеп деген беркамен қойсаң жамып тұрады, сол сияқты. Мынау пауктікі, кімді анархобия шығып кетпенді видеодан. И келесі магма деген сияқты, крипер, қандай дракон, қандай крипер қалай әдем көрінетін. Құрбақа, эндермен еткені кеттік. Келесі достар кішкентай зомби. И бұл жарылатын мобқа жатады. Жәнегі визия сияқты жарылатын моб. Так, қойып жібереміз. И бізде кішкентай кірпе қандай жүгіріп барады да, бір мобқа тисе, тиіп кетсе жарылады. Не көрінеді? Мобқа тиіп кетсе жарылады. Или өзін әшейін бір пустой жерге лақты жасаңдар, бір 10 секундтен жарылады. Или алдына моб тұрса, жетелік тиді, бұл жарылды қана деген сөз. Жаман көп урон беретін мобқа жатады бұл. Кішкентай болып жіберейік, кетті. Пустой жерге жібердім. Так, голем қаш, голем кетеді. Айбы големге дым болмайды, өйткені ода 100 хп, ал жетелде бір 20 хп болу керек. Кәдімгі зомбиден жасалуы мүмкін. Келесі бізде осындай бензопила. И бұл походу бір аниме фильмге отсылка сияқты. Бензопила адамша. Қандай бізде қалай істеп тұр. Қандай мобтікі мен түсінбей тұрмын. Мен ойымша бұл. Достар, мен ойымша бұл скелет, балақтыда скелет біраз соның сияқты мен ойымша. Қандай бұл экран басып тұрсақ, бізде бұл аралайтын болады. Голем өлмейді, жетелер тез өліп қалады қыз.
Так жителді ғана көрі бір 5-6 уровенмен өтіп тастаған болатын. Өте күшті ара басалы бар. Осы модта мысалы рогатка бар, катапульта бар, ара бар, меч бар. Осы мод өте күшті, маған ең қатты ұнаған модқа жатады. Анимациясынан бірінші орынға қоямын осы модты. 5 жыл мод қосып ойнап жүрген адамын. И бұл мод ең күштісіне жатады анимациясынан. Келесі бізде бұл Варденнің қолы, қандай саусақ. Варден снайпер дейді, саусағы деген сөз, қолы деген сөз. Так кіреміз. И бұл походу қандай оп, көрінен есет қолында шерт алады бұлай деп. Көрінен шерт алады и дауыс бар. И еще бұл екі адамнан өтіп алады, бұлай екі адамнан черестенге өтіп алады. Көрінен екі адам істеп бір 20 адамды черестенге өтіп алады. Жөден аяқта жетілдер азап қалған сияқты. Так көбейтеміз. И на бәріне орын бере аламыз. Сразу көрінен қаш көтті. Көрінен бір 3-4 жетілдегі сразу өлтіп тастаймын екі удармен. На өлтіп тастауға болады, өте жақсы. Так големді бізде достар неге осындай есік қойды десеңдер, жетілдер бізде кәдімгі есікте шығып кетеді. Сосын осындай колечко қойған болатынмын. Келесі достар бізде жетелдің заты, жетелдің затымен қазір жетелді өлтіретін боламыз, өте қызық. Қандына үші күні измұрттан жасаған, сол үшін бұл жетелдікі қандар өз жазылып тұр. Вилладжер дейді, вилладжер деген сөз. Яғни тұрғын. Әнегі қасқа сияқты алыстан ұралатқанды, бұл жаман алыстан ұралатқандар. Қаяқта тұрып жатқандарында сай. Алыста тұрып ұралам, үш оған қанша ұрам бере жатқанды, уже големді өлтіріп тастауға тұрғаны. Так жетелді өлтіру қиын болады, өйткені бізде былай торговчик асылып кетіп отыр. Короче, мына заттар андайға ближний бойға қандай қасына келіп ұратын заттар, ал қалған заттар көбісі андай алыста тұрып ататын заттар көбінесе. Еще изумрудный жетелдің қандай осындай копьосы қандай ұзай еба. Бұл 5-6 игроктың бірде ғой. Келесі бізде тасбақаныкі қандай бұл не сияқты, бумеранг сияқты лақтырасын Капитан Американың не сияқты, қайттан келеді щит сияқты Капитан Американың. Короче бізде лақтырамыз. Біреуге тию мүмкін. Так былай ұрамыз тиеді. Мысалы големге былай аталамын. Так қасымда тұрған неге тисе қайттан сразу келеді. Еще оған бір эффект қолданады. Походу слабость болу керек. Егер достар былай тасбақан несін ат жесеңдер, қайттан қайтып келеді, көрме. Қайтып келгенде де тиетін болады бізде. Автор ойланған, өте жақсы. Тасбақаныкі бізде бумеранг. Прикольный екен, күшті. Келесіне кеттік. Келесі достар бізде осындай балық, осы балықты білет жасына да ойлаймын. Олап жүреді қасына есіңдер үрленіп. Так кіреміз. Игла біреу қой бұның атышы. Атамыз, ұрамыз қанды бізде осындай зеле шатын болады қанды жерге. На деп ұраламыз. Қанды бізде эффекті шатын болады. Еще бұл көп урон береді, еще қанды өлтіп тастайтын уақыт болды. Қанды сразу екеуін ұраламын. Дистанциямен ұралады екен. Ең жақсы. Голем қазір өлетін болады, уланып. Міне өлді. Достар, Майнкрафтта уласаңдар, сенде бір жарты қыпыға бір пауы құрсашы сенде. Ал бұл онда емес, бұл до конца өлтіреді. Қинап өлтіреді. Келесі достар, бізде сөмке қанды пиглиннің сөмкесі. Пиглиннен жасалатын болады бізде. Так, қанды жетел қашып кетті, сол үшін оны өлтіру керек деп ойлаймын. Қайтта орақсы еді ма? На, ұрдым қадар бізде ұруға болады. Қанды қасыр бір ұрамыз, міне. Оп, міне бұлай ұруға болады. Сөмкемен қаршы ұрған сайын алтын шығатын болады, бұлай шашылып анимациямен өте күшті. Бұл жай қасқасақ қасына келіп ұратын моб. Неге достар инструменттер тез көрсетіп жатыр десеңдер, өйткені яқта бізде көп инструмент бар, бәрінің өзінің анимация деталі бар. Так, келесі бізде шошқа, мешокта отырма бір бәле. Жоқ, бұл бізде есіме түсті, бұл бізде шашлик пісіретін манта бар ғой, осындай міне, көріне ма? Мына ішінен бізде шошқаның еті шығатын болады піскен. Қана сразу өтіп соғат жетелдерді, көріне сразу өліп жатыр. Алыстан аталады, ал есті тұрып аталады. Мысалы, не аяқта тұрып, көріне ана аяқта тұрып жетелге тиді бізде, солай өлтіп тұсағы болады. Үш удармен жетелдерді зомбилерді. Неге зомбилерді қоймады десеңдер, өткен големдер өлтіріп тастайтын еді. Келесі достар, инструмент бізде анимациямен қандай қасында бізде анау елесі жүр, қандай осы бізде анау ұрлықшы жетел ғана сатын ал. Қандай экран басып тұрсақ бізде не шығаратын болады. Короче достар, бізде бұл осы мобтың эффекті шығып жатыр, сол үшін келесі инструментқа кеттік. Келесі достар, бізде алайдың эффекті, міне олар ұшатынша призракшы бізде көмектесетін. Кеттік қандай эффект бар деп ойласаңдар, бізде қандай күшті эффект мынау. Так, қандай бәрін бірге бұлай жинай алады, көріне. Так,
көрінен жетелдің бәрін құйын сияқты жинап кетіп алады былай бәрін дауыл сияқты. Мысалы сендер тауда тұрсаңдар, сендердің қастарында мобтар тұрса, қасына барып десеңдер бәрі ұшып, таудан ұшып жерге құлап өлетін болады. Достарыңды да ұшыра аласыңдар, осы эффекттер достарыңа да 5-6 болып тұрса, бір жерде меше етіп бәрін ұшырсыңдар болады, таудан болсаңдар. Келесі достар, бізде броносистің заты міне қаны көріп тұрғандарыңдай не істей алады десеңдер, бұл бізде блоктарды сындыра алатын болады. Қандай міне деп ұрамыз и тіке ұшатын болады. Ойбай, айналарды сындырып кетіп Короче, деп ұраламыз и көріне блоктарды сындыра алатын болады. Қандай мысалы айнам сындырып тастады ол. Деп ұрасаң да болады. Көріне бір-екі мобтың арасынан черестенге өте алады. Біріншіден, екіншіден блок сындыра алады. Ал үшіншіден көп урон беретін болады. Бұл өте күшті инструменттегі жататын сияқты менің ойымша. Қайттан жендеп қояқ өзіміздің жерімізді. Тағы да атамыз. Күні 4-5 мобқа тиіп кетті. Броносист қайсы моб екенін білесіздерін деп ойлаймын. Міне фотода тұр. Келесі достар, бізде Ацелот көріп тұрғандарында қандай бізде бұл балтаға ұқсайды. Қасына келіп ұрсаңдар болады. Мысалы, күні жәнегі қасқыр сияқты, жәнегі скелеттер сияқты ұруға болады. Өте жақсы. Бұл алыстан ұрады. Бұл да көріне ме? Қайықтан тұруға болады. Мысалы, сендер қасқыр табу қиын болса, Ацелотты тапсаңдар болады. Еще осының сиыр түрі бар. Міне осындай Ацелот түрді, бірақ сиыр түрі бар. Оны сиырдан жасауға болады, ал мынаны акселоттан жасауға болады. Достар, бізде ифриттің мечі. Мечі емесін ататын қандай атам. Міне кетті, біреуіне кетті, екеуіне кетті, аны өртеніп жатыр. Еще көп урон береді. Мысалы, ана жетелге атқым келіп жатыр. Ана жетелге әдемі тиді, 2 рет тиді. Үші жорамыз. Көне стена жабысып тұр бізде. Сол үшін мысалы достарың үйіне атсаңдар, үйлері өртеніп кетеді, өкінішке орай. Соңында дос болмай қаласыңдар деп ойлаймын. Сол үшін олай итпеңдер. Өзінің анимациясына қол айналып тұр соңында ұшы. Келесі достар, бізде садақ міне қандай, бізде білмеймін қан неден жасалған бұл. Бір нәрседен жасалған слаймға ұқсайды, бірақ слайм емес бірақ ол. Садақ бір атқанда үшеу аталады көріне. Отравление береді. Анау паукшар кішкентай паук барға уландайтын. Сол паук деп ойлаймын мынау. Соның инструменті деп ойлаймын. Қандай анимациямен оқ шығады қандар. Өте күшті. Осы модта бізде анимацияны өлтіріп жасаған сияқты. Маған өте қатты ұнап жатыр анимациясы. Бірінші орын қойған болатынмын. Қандар, ё-мое, достарынан тығып тұрып атсаңдар. Еще уланады еще олар. Біреу уланып өлді көзімше. Көріне жетел уландырып өлтіріп тастадым. Қандар, көріне уланып өледі бұлар. Мына жетел бізге рұқсатсыз шығып кетті далаға. Атамыз, өлтіріп тастадым. Келесі бізде осындай бриздің заты, ана құйымырға жаңа весіда осыған 1.1-де храмда. Бұл жәнегіде құйын жібере алады. Еще бұл өзімен бірге мобтарды әкет алады. Жәнегіде емес, өртеп кетеді емес, бір-біріне әкетіп қалады. Мысалғандар. Шығарамыз жетел. Жібереміз көне. Жетелдер өзімен бірге әкетіп қалады. Көне төбеге ұшырады. Мысалы 28 жетел жоғарындар. Бәрін бұғаны бірге ұшырады да өлтіріп, үші төбеге ұшырады. Соңында көріне үшті. Өлтіріп сияқты онда. Бірақ големді ұшпайды, өйткені олар күшті ғой. Мықты ғандай салмаға бар. Өлтіріп тастадым. Анақта голем өлім екен. Ана големді өлтіріп тастадым сразу. Келесі достар, бізде касса. Бұл түйенің кассасы жаңа көрсеткен болатын видеоның басында. Міне қандар бізде осылай көрінетін болады. Жеріске отыр, не істеп отыр? Касса ғана бізде. Ерес ұстап жүретін деген сияқты. Орақ қойға шына шөп шауатынша. Бізде бұлай нав қолданатын болады. Бұлай нендей сияқты секіреміз. Деп секіре аламыз. Еще урон береміз. Келесі достар, бізде Нюхачтың инструменті. Нюхач деген қайсы екен білет жасына алып үлкейім опша. Қанда бізде не істей атқанды. Бұның эффекті өте күшті ғана. Мысалы големді ғанда басып тұрамыз да, өзіміздің инструментіне сорып аламыз да, любой кезде оны шығаратын боламыз. Деп голем шығара аламыз. Жетел істейік солай. Жетел өзімізді сорып аламыз да, мылтыққа сап алдым. Дірілдегенде мылтыққа сап алды деген сөз. Бір жерге шығарғым келіп жатыр. Мысалы мен далаға шығарайын. Далаға, ё-мое, төбеғанда шығарып тастадым. Өледі оған. Солай достарың тролл жетсеңдер болады, осы мылтыққа сап аласыңдар да, бір жаққа қақпандарың апарып сал жетсеңдер болады, түрмелеріңе деген сияқты. Келесі достар, бізді ешкінікі болу керек мен ойымша, или гастық ма білген біреудікі. Жоқ, скелеттік екен бізде. Бізде бұл череп ату керек. Міне череп атады да, көне тікенек шығаратын болады. Големге атамыз, тиді, тікенек шығарды көне. Сразу көп атсасаңдар болады. Сол кезде тікенекпен қасындағылар да өлетін болады. Достарың атсаңдар прикол болады.
мысалы тікенек аттында ғой, олар біріншіден жүре алмай қалады, еще орын алып отырады. Инструментке де жатады бұл да, бізде күшті оружиеға да. Так, шарпсақ біз мобтарымызды әдемілеп. Достар, келесі бізде қойдікі, жеп деген қойдікі, міне әртүрлі түсті. И бұл бізде орын бере алады бұл да кәдімгі. Оп, міне орын бере алам. Еще қойдың жүні кетіп жатыр міне, сол блокқа тисе бізде мост жасады міне онда. Так, атамыз. И міне біз сразу паркур жасай аламыз, үй жасай аламыз деген сияқты. Так, былай оп деп өте аламыз. Или атып өлтіруге болады достарыңды. На деп өлтіріп саламыз. Қандай әртүрлі түспен ақтан бастап қара түске шейін либой. Еще атқанда қарағанда қойдың басы жоғалып кетеді екен. Қайттан келеді екен. Достар, бізде шалкердікі, ал одан келесі гриптікі. Так, қандай бірінші шалкердікін қолдан көрейік. Бұл не істейді десеңдер, алдымызда тұрған мобқа бассаңдар, бас тұрсаңдар, и бізге осындай шалкерін жібереді. И ол төбеге ұшатын болады 3 секунд. Так, оны көп жүрсек болады, көп жүрсек болады, и ол потолокқа дейін барады. Көрініп, мысалы големге десейді ол, қандай ұшып жатыр. Жібереміз оған, көп жібереміз, көп. Қандай өзі ұшатын болады, еще қандай кетті міне, уже жетілге кетті. Так, големге кетті міне. Көрініп, қанша эффекті бар оның. Бізде грип болу керек, біз спортқа жерге ораламыз. Так, қандай анимациямен ұрады. Көрініп, жерге ұруға болады. Деп қасына ұрсаңдар болады, еще талпаның қасына ұрсаңдар болады. Деп талпаның қасына ұрсаңдар болады. Мысалы, қақта бар талпа, нақта. Бәрін ұрсаңдар болады, үш көдет. Еще өлтіп түседі. Бір же шетке тақа өлтірсеңдер болады. Кәше бізде грип. Опа, шығып батыр крис. Не алды ой шығып батыр. Бәсе крис шығып батыр. Аққалан бірінші көрсетейін, бірінші. Так, аққалан не істейді десеңдер, қарататын болады. Шексіз қарататын болады міне, қандай бізде қар шексіз ататын болады. Бұл бізде орын бермейді қарлар, бірақ достарыңды алысқа ұшып тұрсаңдар болады. Мысалы, мынау жетелме ұнап атқан жоқ. Мен қасыма келатырмын мысалы. И бұлай құрды алысқа ұшып тұрсам болады. Мысалы, сендерге моб зомбилер келатса, крипер деген сияқты мысалы сол бұлай ұшып тұрсаңдар болады, алысқа кетен ақа деп итеріп тұрсаңдар болады. Келесі бізде пауктікі қалай көрінеді. Қалай көрінеді паук бізде, ё-ма-ё, бір түрлі көрінеді екен, денең түршілік етеді екен. Кәше бізде бұл не ұрады, қамшы сияқты ұралады міне. Тек бір мол емес талпан ұралады. Деп сразу талпан ұралады. Өте күшті, сразу талпан ұрсаң өте жақсы болады. Так, нақтағанда жетілді крисовать етіп шығып жатқанда, ана жетілдіғанда ұрамай ма? Бірағында алсын ұралады қанды, қақта тұр ұратын мен. Сразу төртеуін ұратын. Түргенше ұрайым мен көрін. Уже өлді оны. Өтіп тұрдым. Паузка кәшен деға. Денем түршілетін инструментке жатады. Сен нап тұрсың, оружие жоқ бәне. Сабақ оқымаған үшін екі алған үшін десендер болады. Келесі достар, бізде драконның инструменті қанды. Дракон шана ең соңғы энттегі. Так, бұл бізде эффект ататын болады. Бас тұрсанда бізде бұл шексіз не от ататын болады қанды. Көріне өртей алады деген сияқты қанды. Бізде өртей алады. Энтті анақ кездеседі. Кәші драконның бізде кішкентай пистолет. И артымызда осында не шығатын болады. Бензин басы ондайдан топливасы. И кейін магманың қолы не істейді десеңде қандай ұруға алады. И және қасына келіп ұрасына қаршы міне. Қызыл халық сияқты міне. Қызыл халық бар ғой, осы суретте тұры сондай сияқты ұралады, қол созылады. Тоғыз бар ғой. Келесі достар, бізде сразу 3 инструмент көрсететін боламын. Видео ұзақ болмау үшін қатты. Еще бәрін монтажын көріп қой. Қандай бізде осындай гвардиянның веші. Қандай бас тұрамыз. Бір мобты таңдаймыз, и экран бас тұрсақ болды, сол мобты даканса өлтіретін болады, қандай даканса өлтіретін болады. Так, мысалы, бір мобқа жабысып қалады қандай, бір мобқа жабысып қалды ма? Не көрінес, даканса өлтіреді. Так, көрінен даканса өлтіріп тастасам болады. Так, големді даканса өлтіріп тастасам болады. Кәше бізге жабысып қалады. Дәл гвардиям сияқты оларды жабысып қалды бізге. Келесі бізде ара, міне, мынақты көріп тұрсыңдар, араның тікенегі тұр міне қолымда. Қандай үлкен. И бұл не істейтін біліп тұрған шасында да өлеймін. Қасына келіп жәнеге қасқырдың не сияқты ұруға болады бұлай қасына келіп. Мысалы, анда голем дұрам, и ода отравление болады. Еще көп ұрын бөлете алмай. Так, қанда шетел артында тығылып тұрған. Так, өлтіріп тастадым. И келесі бізде осындай големнің қолы. И бұл големді салады. Големнің затымен големді ұрсақ өте жақсыландыр. Қасына келіп бас тұрсақ көтеріп тастаймыз міне. Қандай, бірақ голем көтерілмейді, өйткені ауыр ғой. Кәше біз големді способын салдық. Так, жетелді көтергім келіп жатыр. Келесі инструментке кеттік.
Келесі достар, бізде екі инструмент алған болатын. Біріншісі балта, анда кімдікі екенін көріп тұрсыңдар ғой, иә? Ал келесі бізде слаймдікі короче, плоскимерде шығатын. Қана балта не істейді деп ойлайсыңдар? Жерге ұрасыңдар, бұлар ұшып кететін болады. Что-то мыналар ұшып жатыр. Жетелдер ұшады, анда бәрі сразу толпамен ұшырсаңдар болады. Басқандар бастар үлкен ба деп білем. Так бұлар өлтірсеңдер болады. Мына так қана бәрін шашып жатырмын. Ё-моё, толпамен шашып жатырмын. Бәрін ұшырсаңдар болады. Короче, толпа зомбилер келе жатса, сразу қасына келіп бұлай балтамен өлтірсеңдер болады. Келесі слизинг заты, бұл бізде ешкімді өлтірмейді. Просто экран басып тұрсаңдар секіртеді. Көрінеді, секіртеді просто. Бір тауға мініп жатқан кезде осы затты алсаңдар болады, төбеге секіріп кетесіңдер болады. Или секіріп балтамен надо ұрсаңдар болады. Так, басамыз, оған тигізсек, қанды біз әр жаққа тіп ететін болады. Көріп тұрғандарындай, анда сынғаны тіп етуге болады. Так, жетеліне өзін жөпті, жетелікті тіп етейік, бәсе, өтіп сатташ. Құрбақан заты, кәше бұл жәнегі қасқырын сияқты, қасқыры ұрсаңдар болады, или алыстан ұрсаңдар болады. Қанша метрді тұр ұруға болады. Газтың заты, бізде бұл катапульта қандар. Газ қағандаш, міне, катапульта міне. Барлық заты сындырып тұрды, ё-майо. Барлық заттар сындырып тұрды жасаған. Қайтара сала алам. Монтаждың көмегімен бізде өлтіріп саяқ міне. Кәше газтың затын ататын болады. Еще айқайлап атқан даусын естіп тұрған жасындар. Мен даусым шығып тұрған жоқ па соң кесінен. Естіп тұрған жасында да өлем. Келесі инструментқа кеттік. Так, достар, екі инструмент алған болатын. Кейін бізде соңғы екі инструмент. Тауықтікін алдым, сиырдікін алдым. Жай сиырдікін айтқан болатын видеоның басында. Бұл жай асырат жақты балта. Қасына ұрсандар болады, қандай анимация ұрып отыр. Көп урон береді ошы анау. Ең көп урон беретін неге кіреді, бұлай қасына келіп ұратындан. Қандаш, уже големді өлтіріп тастадым. Келесі тауықтікі. Бірақ ұрсандар бізде осындай перо шатын болады қандар. Әртүрлі анимациямен, текстур пакпен өте әдемі көрінеді. Жасыққа ұрасында бір-бірін сол сияқтан перо шашылып жатыр әртүрлі. Так, мына жақта голем ішіне кіріп кетіпті. Өлтіріп тастап одан да оны. Ең соңғы инструменттер келдік достар, қандар бізде бледный ағашта ғана смотритель деген бар ғой, соныкі крипердікі қалды қандар. Крипердікі Майнкрафттың логотипінде тұратын крипердікі ең соңында алып қалды. Так, бұл жай бейсбол сияқты аты болады, еще жаруға болады. Логично өткен крипер жағы Майнкрафт. Қана бұл жаруға болады. Біздің өзіміздің жерімізді жарып тастаған болатын. Бірақ бұл ең соңғы инструмент болған екен, өзіміздің базамызды жара берейік. Үстін патологында жара берейік. Бәрібір. Білетіндей не деге, білесің не істейтін. Достар, экран басып тұрсақ, міне оларды арамшоппен қинап алатын болады, бізде урон болатын болады, кейін ол қайшып кететін болады. Деге атсақ болады. Алса тұр атайық, міне ғанда оны қамап алып, тағы атаймыз. Осы жеген еміз, өлтіп тұрдым. Ана жақта тұрған жетілікті аты қойып, ар жақта тұрған кетті. Ар жағына жетемен көрейік. Ар жақта жетелге жетті. Ар жақта ақша. Ар жақта жетелге дейін жетті. Оны ататын инструментке жатады екен. Алса тұр өлтіруге болады. Крипеткен жарып өлтірсе болады. Қайат қол. Қашы барлық инструментті достар көрсеткен болатын. Видео ұнаватса лайк басып коммент жазып тіркеліп кетейік. Енді біз қалай жасалынатын, қалай заттарды алатын көрсететін болам. Сендер выживаниеда мысал жүрсеңдер, сендер магнит жасасаңдар болады. Бізде ол қалай жасалатын қазір көрсететін болам. Қандар магнитті жасау үшін бізге верстак керек болады. Верстакта бізде осы жасайсыңдар, қараңдар. Так, міне магнитті бізде осындай піспе қалған 3 железінен жасайсын болатындар. Так, кім дейсі отырма? Міне өзін жауытсам, ұржарамын алды. Так, осы саттарын өлтіріпсің болады. Так, выживаниеда қолдасыңдар болады, конечно. Тек кречет емес, конечно. Так, големді өлтірсіңдар болады. Так, бұдан шалды көтпесін. Қана мен уақытта мысал бір моб қалдырған болатымын. Магнитті аласыңдар. Бір либой мобтың қасына келесіңдер да экран басып тұрсаңдар, одан бір дамбал түсетін болады. Мысал бұл. Так, кіремізді, дамбалды аламыз. Дамбал не үшін керек десеңдер, қанда бізде қасқырдың дамбал бар ғой, оның инструментін жасай аламыз. Кәні мысал. Ода меч болды бір. Достар, нақтымызда аюдың несі тұрғандарына осы затты көрсетпеппін. Яши бұл жай қасқыр сақты ұрат.
Қана мысалы бір нәрсесінің өте күшті затын жасау үшін қандай бір нәрсесінің дамбал керек, магнитпен аласыңдар. И одан түсетін үш не керек мынандай, и ваза керек екен. Акселоткіне осындай, араныкіне осындай деген сияқты, блейздікі. Мына ненікін білмеймін, түсінбеймін, не ол? Кімдікін білмеймін. Жай скелеттік шаршымен оқтыр өткен яқта. И кейін блейздікі андай. Түйенікі түрнақта, жәнегі разбойттік түрнақ істемей қалғанша. Негізі ол істейді, астан текенікті шығады. Дракондікі, осы жай ақтағышын, ал осы бен ұшады. Крипердікі, сиырдікі, мен сиырдың несіне ұқсап тұрды. Тауықтікі, құрбақа, газдікі, гвардиомдікі, голем, магманыкі, гривный сиырдікі, мен осында шошқаныкін. Ешкінікі ма сон сияқты мен үшін, шалкердікі, қойдікі, мынау осыныкі, мынау. И мынандай балықтікі, аюдікі, пиглин, слайм, нюхач, аққала, пауықтікі, мынау бір түрлі шану. Тасбақа, жителдікі, вардендікі, ведьманыкі, исушитель. Міне қасқардікі міне. Көне дамбалды қойдым, так маған бір сүйек керек. Екі железі уже бар менде, и железді меч керек, сол кезде осы затты жасайтын болам. И зомби жетелдікі, зомбидікі, и зомби жетелдікі, жаман зомби айналып кеткен жетелдікі. Конечно, дамбал сол үшін керек болады, достар. Дамбал не үшін керек деп жүрмесеңдер. Мен бір сандыққа қалдырып қойған болатын. Міне, мынаяқтарда бочка тұр. Барлық мобтың дамбал тұр мынаяқтарда. Мысалы, жәнегінікі деген сияқты, големдікі, голем дамбал міне. Тауықтікі, крипердікі, акселоткікі деген сияқты. И солармен жай заттар жасап, достарың практика болады, или қырсаңдар болады, драконға жетсеңдер болады, спедран жасасаңдар болады. Егер видео ұнаған болса, лайк бас, коммент жаз, тіркеліп кетейік. Осындай күшті модтарды қаласаңдар, мен каналыма жазылып кетіңдер. Осы мен каналымда бізде күшті модта шығатын болады. Осындай өте әдемі. Осы модты өзім телеграмма қалдыратын болам. Телеграм аты қанат кезеттігі. Описаниеда қалдыратын болам. Тиктогымда да описаниеда қалдыратын болам. Осы видео астында телеграмма жазылып, осы модты өткізіп кетіңдер. Ал біз видеоны бітіретін боламыз. Сау болыңыздар.